Сәлеметсіздер ме баршаға? Каналыма қош келдіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Магистратурада педагогикадан келетін сұрақтар және дұрыс жауаптармен таныс болатын боламыз. Бірінші сұрақ: жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі факторлар олар не? Олар тегі, отбасы және тәрбие. Де жауабы дұрыс. Екінші: педагогикалық процестің бағыттылығы неде? Педагогикалық процестің бағыттылығы ол адамның жан-жақты дамуына және оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпал жасайды. Үшінші сұрақ: балалардың шығармашылық қабілеттерін әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамытуды талап ететін тәрбиенің бағыты ол әрине эстетикалық тәрбиеге жатады деп айтамыз. Жарыс дегеніміз ол бізде тәрбиеленушіге эмоционалды әсер ету әдісі емес, екі жақта кірісуін керек ететін әдісі емес, яғни шешім қабылдау жағдайында пайдалану әдісі емес. Бұл бізде жарыс деген ынталандыру әдісі, яғни жарыса отырып баланы сабаққа ынталандыруға болады, қызығушылығын артуға болады деген сөз. Ары қарай ұжымда жеке тұлғаны тәрбиелеудің басты нәтижесі ол қоғамдық бағыттылығы деп айтамыз. Оқушы мен оқушының бірлескен таным іс-әрекеті ол оқыту процесіне жатады. Оқыту процесін жүзеге асыруда басшылыққа алатын алғышарты негізгі ережені бейнелейді. Яғни ол бізде оқыту принципі бейнелейді екен. Жалпы білім беретін мектептердің білім мазмұнының тұжырымдамасы олар нелер? Яғни білім мазмұнын қалыптастырудың ғылыми негіздері, принциптер, құрамы, құрылымының бірыңғай жүйесін айтады екенбіз. Оқу әдістерін дидактикалық топтастырудың жолы. Яғни дидактикалық топтастырудың жолы деп өзі айтып отқандай, ол дидактикалық мақсаттарға орай екен. Сабақ, яғни сабақ дегеніміз не? Сабақ кестесі бойынша оқушылардың тұрақты құрамымен белгілі бір уақыт аралығында мұғалімнің басшылығымен ұйымдастырылатын оқытудың негізгі формасы ол сабақ деп аталады. Әлеуметтік тұлғалық технологияның объектісі ол кім? Ол яғни адам. Мұғалімнің проективті, рефлексивті қабілеттерін қалыптастырып, танымдық қызығушылықтарын дамытатын іс-әрекеті ол әрине оқу іс-әрекеті болып табылады. Педагогикалық инновация бұқаралық тәжірибеде қолданылады. Яғни сыннан өтіп, объективті баға алған соң қолдана алады. Биологиялық қасиеттердің иесі ол индивид, яғни жеке тұлғаны айтамыз. Келесі сұрақ: өзін-өзі өзектендіру деңгейіндегі қажеттіліктер. Ол бізде мета қажеттіліктер деп атайды. Ары қарай оқу іс-әрекетінің субъектісі. Ол оқушы оқу іс-әрекетінің субъектісі болып табылады. Келесі сұрақ: адамның аяқталмаған іс-әрекеттер мен тапсырмалары аяқталған іс-әрекеттер мен тапсырмаларға қарағанда есте жақсы сақталатыны туралы заңдылықты анықтаңыз. Яғни бұл заңдылықты кім айтқан? Ол Zeigarnik эффектісі деп атайды. Тәрбиелеу ұғымы деген сөз жастарды әлеуметтік өмірге және еңбекке даярлау, оларға қоғамдық тарихи тәжірибені үйрету үрдісін айтамыз. Келесі сұрақ: педагогикалық іс-әрекеттің маңызды компоненті ол мотивация, яғни түрткі дейміз қазақша. 20-шы сұрақ: рефлексивті, перцептивтік қабілет ұғымы. Бұл педагогикалық рефлексия, педагогикалық такт, яғни әдеп және педагогикалық бағдар. Осы жауабы келеді. Тәрбие жұмыстарының мақсаты, мазмұны, формалары мен әдістерінің бірлігі ол тәрбиенің мақсаттылығын анықтайды екен. Екінші сұрақты: ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу принципі бірлескен, ұйымдастырылған іс-әрекет, өзара тәуелді қозғалыс деп айтамыз. Балалардың ақыл ой күштері мен қабілеттерін дамыту
адам туралы ғылыми білімде жүйесін меңгертудің тәрбие бағыты. Ол әрине ақыл, ой. Төртінші сұрақ. Тікелей талап қоюдың үлгісі. Яғни талап қою деген ол бұйрық беру деген сөз. Тәрбиенің формалары жеке, шағын топтық, ұжымдық, бұқаралық болып бөлінеді екен. Алтыншы сұрақ. Адамды біліммен қаруландыру, өз бетімен білім алу іскерлігімен дағдысын қалыптастыру. Оқытудың білім берушілік функциясы. Оқыту принциптері оқыту процесінде, яғни бірін-бірі толықтырылады, бір-бірінің күшін арттырады. Келесі сұрақ. Оқу пәндерінің саны мен атаулары, сыныптар бойынша оларды оқу реті, барлық оқу пәндеріне және жеке әр пәнге аптадағы оқу уақытының мөлшері көрсетіліп бекітілген құжат. Ол әрине біздегі оқу жоспары. Тоғызыншы сұрақ. Оқыту әдістерінің танымдық іс-әрекеттің сипаты бойынша жіктелуі, иллюстративті түсіндіру, проблемалық жартылай ізденіс әдістері деген жауап дұрыс болады. Келесі. Оқытудың стандартты емес формасына не жатады? Оқытудың стандартты емес формасына жаңа материалды меңгеру сабағы жатады. Педагогика ғылымында кәсіби құзыреттілік ұғымына бірнеше түсініктемелер беріледі. Яғни еңбектің нәтижесін анықтайтын білім мен дағдының жиынтығы болып табылады. Келесі сұрақ. Сабақты психологиялық талдаудың пәні. Мұғалімнің сабақта пайдаланатын әдістерінің, амал тәсілдерінің нәтижесі мен тиімділігі болып табылады. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті. Оқушыларды өз бетінше жауап іздеуге және ізденуге үйрету. Келесі сұрақ. Тұлғааралық қарым-қатынастағы интроверттік типтің басты белгісі. Ол қарым-қатынас деңгейі төмен. Келесі сұрақ. Юнгтың тұлға теориясы бойынша экстраверсия дегеніміз ол сыртқы бағытталған, энергия жаратушы психикалық функцияны айтамыз. Маркова бойынша оқушылардың оқу процесіне мотивациялық қатынасының түрлері жағымсыз, бейтарап және жағымды. Қазіргі заманауи білім берудің негізгі беталысы инновациялық оқыту. Және келесі сұрақ. Тәрбие үрдісін қозғаушы күші. Ол тәрбие үрдісіндегі қарама қайшылықтары. Педагогикаға тән қасиеттер. Яғни саяси сауаттылығы, қызметті ұйымдастыра білуі, байқағыштық, этикалық мәдениеті, шығармашылығы жатады. Және бізде соңғы сұрақ. Педагогикалық шеберліктің құрамды бөлігі. Ол бізде педагогикалық техника деп аталады. Осы сұрақтармен магистратурада дайындалсаңыздар, осы сұрақтар сіздерге көмектеседі.